Ассаламу алейкум, азиз достар. Alonmedia.com сайтында жаңа жой бар, яғни Юморбек рубрикасы интернет тармақларында. Демек, бүгінгі Юморбек рубрикасы бірінші мейманы Қарақалпақ эстрада жұлдызы Мақсет Полатов. Мақсет, сайтымызға қош келіпсіз. Рахмет, ассаламу алейкум. Сіздер сол өзінің жеке студияма қош келіпсіз. Демек, бұндан белгілі біз шүгірін өстірушілермен бірге бүгін Мақсет Полатовтың жеке студиясында меймандамыз. Ал Мақсеттің өзі біздің сайтымызда мейманда. Енді меймандаушылық қарым-қатынас деген осындай дамасынан ғой. Дұрыс. Демек, сәуетімізді басламастан алдын бір тез сұрау жауап бойына, яғни блиц сұраулар таярлап қойғанбыз, дайынсыз ба? Дайынбыз. Демек, уақыт кетті. Мақсет Полатов қашан һәм қай жерде туылған? 1987 жыл Шымбай қаласында. Мақсет Полатовтың ата-анасы кім? Әкем Қошидеров Полат, анам Хидерова Марфат. Мақсет Полатовтың ең бірінші ұстазы кім? Сол өзімнің ағам Файзулла Хидеров. Мақсет Полатов қайсы оқу орындарын біткерген? Сол орта мектептен кейін Жапақ Шамратов атындағы пайтақтымыздағы көркемөнер колледжін, ондан кейін Қарақалпақ мемлекеттік университетінің экономика факультеті. Мақсет Полатов ең бірінші қай сахнада қосып айтқан? Пайтақтымыздағы амфитеатрда. Мақсет Полатовтың өмірлік жолдасы кім? Мақсет Полатов неше перзенттің әкесі? 2. Мақсет Полатов қандай ауқатты жақсы көреді? Сол өмірлік жолдасын пісірген ауқатларын бәрін жақсы көремін. Демек, Мақсет Полатов хақында көптеген мағлұматтарға ие екенсіз. Я бір жақыншылығыңыз бар ма деймін, әлбетте әзіл. Енді сұрау, Мақсет Полатов қандай адам? Бір қысқа қылып айтқанда, екі сөзбен айтқанда, Мақсет Полатов қандай адам? Қысқа қылып айтқанда, Мақсет Полатов менде аға? Жүдә бір жақсы жауап болды. Енді қандай сұраулар берейін? Қызық сұрау. Қызық сұрау ма? Қызық адам екенсіз өзіңіз. Мақсат, жаңа айттыңыз ғой, негіз диплом бойынша қанегерлігім экономист деп университет бітірген екенсіз. Не үшін енді диплом бойынша істемедіңіз? Қосқыш болып кеттіңіз? Сен өзіңнен театральный институт бітірмеген шығарсың? Бірақ ояғда бар, дұрыс. Яқшы бұл енді онша әуметілі шықпады бұл сұрауда, алып тастаймыз. Енді келесі сұрау. Мақсат, бір қосқыш болғаныңызға бір өкінген уақытлар болған ба? Өкінген уақытлар болмады, бірақ енді дегенменен сол көбінесе райоларда, тойларда, концертлерде жүргенде үйімізге кеш келеміз, азында ерте тұрып кетуге тура келеді. Сол шаңырақ ағзалармен арқайын отыра алмай қаламыз. Балаларым танымайды десең, арасында? Арасында көргенде. Перзентлерден сағынамыз. Жаңа айтып жатсыз ғой, кеш келеміз, ертерек кетіп қалатын шығарсыз қызметке. Күніне неше сағат ұйықтайсыз? Күніне санап көрмегенмен енді ұйқымен санаспайсыз? Ұйқымен санаспаймын. Сондай кең пейілді жігіт қой енді. 6-6,5, 7 сағат ұйқылайтын жанның асып кетсең. Одан кейін ұйқы да бермейді десең, давам етеміз. Енді бос уақытлары немен шұғылданасыз? Бос уақытлары еш затпен шұғылданбаймын. Не үшін? Бір затпен шұғылдансам мен бос болмай қаламын ғой. Мақсат, келесі сұрау. Қандай спорт түрлеріне қызықпайсыз? Спорт түрлеріне келсек, сол балалығымнан бір жүдә бір қаттыға қызықпайтын спорт түрлері бұл шахмат, шашкі түрлеріне қызықпаймын. Сол мектепте оқып жүрген уақытларымда сол баскетбол, волейболға бір жүдә қызықпағанмын да. Кеше жақыннан бері сол бір әдет шықты, гольф деген спорт түріне бір дым қызықпайтын болып баратқан. Ажайып жауаплар үшін рахмет. Енді бұл сәуетіміз қанша уақыт давам етуін қалайсыз? Сен мына қызық сұраулар қашан таусылса сол уақытқа шейін давам етеді? Рахмет. Ұсынымен менің қызық сұрауларым жұмақланды. Диққатларыңыз үшін рахмет деп еле 14 сұраудан кейін жұмақ жасаймыз. Енді келесі сұрау. Сіздің мына Ғазылардың қанатында деген қосыңыз жүдә бір әуметілі шықты, халық жақсы қабыл етті. Енді зор қосып болды Ғазылардың қанатында. Бірақ не үшін осы Ғазылардың қанатында деген қосыңызға клип істемегенсіз? Енді Ғазылардың қанатында деген қосық қателескен болуымыз мүмкін, бірақ енді ұстазымыз, халқымызға қызмет көрсеткен артист Мақсет Өміратовтың қосуы. Кешіресіз, бұл Мақсетке тиесілі қосылған Өтемұратов, Тошбаев, Қожасов, Полатов мекта. Мақсет Полатов, енді неге қосықшы халқы көбінесе тойларда қызметте боласыз. Санап көргенсіз бе, айына қанша тойға ағайынның, жора жолдастың күйеуі үшін айына қанша тойға бипыл барып қызметте болып кетесіз? Енді бипыл барғанда ағайын туысқан дейді, дос, жораларымыз бар, ілтимас етеді. Оларға енді яқ деп айта алмайсам, сол айына бір онлаған тойға барсақ керек сол бипыл.
кемінде 10 тойға бифл барасыз. Демек, біз бен бүгін сөhbetте үлкен сауап істер иесі Мақсет Полат. Hürmetli достар, сол ағайыншылықты көріп, жора дей бермей, әйтеуір ақшасын беріп шығаруға да болады ғой, солай емес пе? Айт дедің, айттым ба? Орлы не болды енді? Енді келесі сұрау, мен жаңа кетіп қалған уақытта біреу Мақсет Полатовқа мынандай сұрау берсеңіз деп бір ілтимас етіп қалды жақын жорамда. Сіздің қосықтарыңыз жүдә жақсы көріп тыңдайды екен. Текстілер де зор дейді қосыңыздың. Енді содан келіп шыққан алда Алишер Файыздың телефон номерін бере аласыз ба дейді ғой. Онымен араласпайсыз ба онша? Яқ. Әзіл сұрау ғой енді. Енді бір сұрау да енді. Жаздың күндері сүйіршібін көп болады, сүйіршібілер адамның қанын ішеді да. Сол қанға өшті сүйіршібілер. Ойлап көрдіңіз бе, сүйіршібілер сол қан көбейтетін дәрі жеуге болмай ма оларға? Енді сүйіршібілер аптекке барып, маған дәрі береді деп сұрай алмайтын шығар, ақшасы болмаса оның. Сізде ақша бар ма? Бар. Егер қазір сүйіршібін келіп ақша бер десе бере аласыз ба? Тап осы суықта дызылдаған сүйіршібін келіп сұраса берер едім. Ақша беріп тұрсыз ба? Әлбетте енді ақша үшін сүйіршібінен болып барып тұрсыз ба дедім. Енді кішкентай пайтылар, балалық дәуірді естейік та. Бір құмырсқаларды ұстап алып, қолғылықтың ұясына салады, сөйтіп қолғылық ұстайды. Ұстап көргенсіз бе қолғылық? Табанға жағып. Құмырсқаны салғанмын да, бірақ сол енді ұстайын деп атмақта қашып кете беретін еді. Қолғылық па, құмырсқа ма? Қолғылық. Екі жаққа. Құмырсқаны алып қашып кетеді. Тап бердіге бармайсыз ба? Яқшы. Құласы табанға қолғылық жақпасаңыз мына халықтың қызметінде тойларда жүгіріп жортып жүрсіз. Және бір сұрау, сондай жаңа құмырсқа деп жатырмыз ғой. Құмырсқа темасы бүгін актуал мәселе болып тұр да. Екі құмырсқа келген уақытта іркіліп қалады бір-бірімен. Іркіліп сәлемдесеме бір. Сол уақытта не сөйлеседі деп ойлайсыз? Іркіліп қалады ғой. Енді мәселен, екеумізден көшеде көрісіп қалсақ сұрасамыз ғой, үйшілер аман ба? Басты күштер. Олар сондай шығар. Үйің аман ба деп сұрайтын шығар. Құмырсқашылық. Және бір сұрау, мақсат енді әзіл емес та, бұл мындай дұрыс бұл сұрау да, әзіл емес сұрау. Кішкентай бөпе уақытыңызда жасыңыз нешеде болған? Сол кішкентай уақытымда сол жасым анық есімде жоқ. Не үшін есіңізде жоқ? Себебі кішкентай болғанмын ғой. Сол ата-анамның айтуына қарағанда сол кішкентай бөпе уақытында бір 2-1 жасар уақытымда сол кішкентай болған. Сол кезде кішкентай болғансыз, иә? Енді тойларда көбірек қызметте боласыз ғой енді. Сол тойларда болған уақиғалардан бір ең қызық емес уақиғадан бір ядыңызда қалған бір қызық емес уақиға айтып бере аласыз ба? Қызық емес уақиғалар жүдә көп болады енді, қайсысын айтсам екен. Кешегіде сол бір алыс районда бір тойда болдық. Сонда азында тойды басылап қосық айтып атсақ, свет өшіп қалды, тоқ өшіп қалды да. Сонда әмме жуырып не қылып жүрді, күлер движок іздеп жүрді. Движокта болса май жоқ, оның үстіне құдалар келіп атыпты. Сонда мына жақта бір шетте тұрайық деп қарап тұрсам бір ешбір қызық емес. Ол қызық емес десе. Емес та ол. Рахмет дейміз. Ажайып қызық емес уақиға үшін Мақсет Полатовқа minnettarchilik білдіреміз. Енді Мақсет, сіз белгілі һәм халық біледі, жапырақлар сарғайғанда деген қосыңыз хит болды. Енді сондай бір ажайып хит болатындай өзін давам етпедіңіз ғой. Жапырақлар қыра ұрғанда, жапырақлар түсіп қалғанда, кейін жапырақлар бөртік жарғанда дегендей қосықлар неге ісленбей жатыр таза қосықлар? Дұрыс енді бұл. Я мысалы той деп дөретөшілік қалып кетті ме деген ғой. Бұл сұрау енді дұрыс, көптеген ықыласпенділеріміз сол неге қосық шығармай кеттіңіз деп сұрайды. Енді сол оқу болды, не болды, азғантай бір іркілу болды да дөретөшілігінде. Енді Құда қаласа қайтадан осы дөретөшілігімізге қайтып таза қосықтарды істеп бастап жатырмыз. Ықыласпенділеріміз өздері баға береді. Рахмет. Бүгін бізбен alommedia.com сайтында Юморбек рубрикасында бізбен мейманда эстрадамыз қосқышысы Мақсет Полат еді. Енді Мақсет, бүгін сол рубрикамыздың бірінші саны сіздің студияңызда келіп жатырмыз. Рахмет, неге ажайып студия көріп тұрмыз. Студияңыз ажайып, біз ойлаймыз, қосықларым ажайып болып шығады елі. Енді біз жамаатымызбен, дөретушілермен көп ойластық. Не сауға берсек екен деп. Енді құр келуге болмайды ғой енді. Дұрыс. Сол бір жай квартира сауға етсек беген десек, ол бар екен неге жайыңыз. Автомобиль дейінсек, машинаңыздан бар. Енді бір таза қосық, нама сауға етейін десек, Сұлтан Қосакеев азы жай сауатпан дедім, нама қол тимей атқан екен. Сол ойлап өзім бір сізге Юморбектің күлкілерін сауға ретінде беруді мақұл көрдім.
алып келсем бола ма? Азыр bunu. Demek bu Hesap çok mu bankın içinde? Şu yer salamız gazı içine. Demek bankını açamız. Birden basıp istemiz da. Bu yumruktun külküsü. Aha. Endi onu ne var? Bunu жақсылап сақлап қоясыз, сөйтіп күніге 3 мезгіл ауқаттан кейін шай қасықпен бір қасықтан қабыл етесіз да. Әрдайым кеулі кейфиятта жүрмін. Рахмет. Демек, Юмурбек күлкісі сізге Сау сауға. болың. Жүдә бір есте қалатындай сауға болды. Демек, давам етеміз. Мақсат сізге және бір сұрау. Соны сайт мейманлары, ағзаларына арнап бір қос айтып бере аласыз ба жанын хауызда? Қайсы осында айтып берейін? Мысалы, қалып қылады, оның жапырақтар сарғайғанда, соған бір әзіл пародия болса да болады. Онда. Кеттік онда. Отырмыз интернетте, Alyon Media сайтында, сен кіріп көрмедің бе, кірмесең саған арман, сен кіріп көрмедің бе, кірмесең болар арман, 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 кірмесең болар арман, 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 кірмесең болар арман. Ажайып шапалақлар деп отырған шығар енді көріп отқанлар да интернеттен. Біз білмейміз ғой енді. Рахмет, демек бізбен мейманда бүгін Юмурбек рубрикасының бірінші мейманы Мақсат Полатов эстрадамыз ажайып қосықшысы. Табыстар тілейміз дөретіншілік жұмыстарда. Бәлен, Паруаз, Илхам, Йоша тәрк етпесін. Табыстар, мен Мақсат азыр тойым бар еді, асықспан да. Әлбетте бұл реклама еді. Рахмет. Жаңадан жаңалық болмақта Жұлдызларға минеті сіңген Ажайып портал болып жанбақта Таза клип һәм видео роликлер Қосықларға фото суретлер Қарақалпақ жұлдызларының талапларын дөре